Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақша жинау туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Ақша жинау үшін міндетті түрде табысты көп мөлшерде табу керек деген жалған сөз. Кез келген адам ақша жинай алады. Табысты қанша табатыныңыз емес, оны дұрыс жұмсай білуіңіз маңызды. Жастайыңыздан ақшаны үнемдеу мәселесін қолға алмасаңыз, болашақта мүмкіндіктеріңіз қиынға соғуы мүмкін. Жұмсаған ақшаңыз ауаға ұшпастан сізге пайдасын тигізіп отыруы керек. Жалғыз басты адамдар көп уақытын жұмыста өткізетінін біле тұра ай сайын азық-түлік сатып алады. Олардың кейбіреулері мерзімдерінен өтіп бұзыла бастайды. Осы секілді қажетсіз шығындардан аулақ болғаныңыз жөн. Миллионерлер болмасақ та, қажетсіз дүниелерге ақшамызды құртып шығындаламыз. Алдыңызға мақсат қойыңыз. Онсыз да өмір сүре аламын деген дүниелерге ақша жұмсамаңыз. Көңіліңізді көтеріп қою арқылы айына бір рет қана артық зат алып, қалған ақшаңызды бақылауға алыңыз. Жақсы киіну үшін де ақшаңызды жұмсаудың қажеті жоқ. Бастысы талғаммен киіне білу. Алдыңызға 5 жыл аралығында орындауға тиіс айқын мақсаттар қойыңыз. 5 жылдан соң өміріңізді қалай елестетесіз және осы уақыт ішінде не нәрсеге қол жеткіңіз келеді. Ол білім алу, үй, көлік болуы мүмкін. Арманыңызға бүгіннен бастап қадам басыңыз. Ақша үнемдеудің жолы: біріншіден 2 апта бойы ақшаңызды не нәрсеге жұмсағаныңызды жазып отырыңыз. Ол 5 теңге болсын, 5000 теңге болсын маңызды емес. Бастысы біреуін де қалдырмай жазып отыру. 2 апта уақыт өткен соң қанша ақшаңыздың ауаға шығып, қаншасы дұрыс жұмсалғанын анықтайсыз. Табысыңызды 3 бөлікке бөліңіз. Шығын, кіріс, жиналатын ақша болуы тиіс. Және олар ортасында тепе-теңдік орнатыңыз. Жоғарыда айтылған бірінші қадам жасаған соң келесі айда ақшаңызды ойланып отырып жұмсайтын боласыз. Барлығы да ақша жинау мүмкін емес деп ойлайды, алайда олай емес. Тіпті шәкіртақы алатын студенттің өзі де ақша жинап, сүйіктісіне гүл сыйлай алады. Маңызы бар дүниелерге ақша міндетті түрде табылады. Ай сайын алатын табысыңыздың 20%-ын, одан да жақсы 30%-ын жинап отырыңыз. Депозитке салып көбейтуіңізге де болады. Ақша деген не деген сұраққа жауап беруіміз керек. Бұл еркіндік пен мүмкіндіктің түйіскен жері. Ақшам жеткілікті болса, тыныш ұйықтап, қанағаттану сезіміне ие боламын. Маған қымбат үйлер немесе бағалы көліктер қажет емес. Бастысы, әрбір жұмсаған ақша табыс әкелу керек деп миллионерлер айтады. Ақшаны үнемдеуді кішкентайымыздан үйретпегендіктен оларды дұрыс басқара алмаймыз. Көпшілік бай болып туғысы келеді, алайда барлығы бірдей еңбектің жемісі. Ақша бақылауда болғанды ұнататын естен шығармаңыз. Егер бұл канал сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіз өз ақшаңызды қалай басқарасыз? Өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз.